Қалайсыздар менің каналымның көрермендері? Бүгін мен сіздерге өте керемет салаттың түрімен бөлісетін боламын. 3-ақ ингредиенттен тұрады, бірақ денсаулыққа өте пайдалы, гемоглобиннің көтерілуіне 100% көмектесетін болады. Достар, бұл салатты күнделікті пайдалансаңыздар болады, немесе қонақ келгенде алдарына ұсынсаңыздар да өте керемет салаттың түрі. Оның бастысы денсаулыққа өте пайдалы. Ол үшін біз екі осындай свекланы аламыз, қайнатып аламыз суға, немесе печкаға 1 сағатқа пісіріп алсаңыздар болады, 200-250 градуста. Және 2 дана алманы алатын боламыз. Мен қызыл алманы алдым, сочный қытырлық. Одан соң осылай 2 ас қасық сметанамен немесе майонез қосып жүрсеңіздер болады. Енді қалай турайсыздар, өздеріңіз білесіздер, 4 бұрышты немесе осылай соломка қылып турасаңыздар болады. Мен бүгін соломка қылып турадым. Осылай турап аламыз жақсылап. Одан соң үстіне бір анарды алып, үлкен анар болды менде, соны алдым да осылай жақсылап, аршылап, тазалап, үстіне салаттың үстіне сеуіп қоямыз. Міне салатымыз дайын болды. Және достар, бұл салатқа ерекше дәм бергілеріңіз келсе, осындай кинза немесе петрушканы алып, осылай салаттың бетіне жапырақтарын қойсаңыздар болады. Өте дәмді және бір ерекше дәм беретін болады салатымызға. Өте керемет. Бұл салат ішті тазалайды. Біріншіден ішектерді, екіншіден гемоглобинді 100%-ға көтереді және басқа да витаминдерді толықтыратын болады. Достар, дайындап көріңіздер, ас болсын.